Қалдарыңыз қалай достар? Бүгін сіздермен заварной крем жасауды үйренетін боламыз. Оған керекті заттарды атап өтетін болсақ, ең бірінші бізге қант, 2 жұмыртқа, сүт, сары май, кукурузный крахмал және де ұн қажет. Ең бірінші 2 жұмыртқамызды жарып, оған қантымызды салып, бір келкі ғып араластыратын боламыз. 5 минуттай араластырасыздар. Содан кейін өстіп бетінде көбікшелер пайда болады. Одан кейін ұнымызды кезек-кезек салып, бөлек-бөлек салып араластыратын боламыз бір келкі. 4 қасық ұн, 4 қасық кукуруз салып, бәрін бір келкі ғып араластырып шығамыз. Бәрін араластырып болғаннан кейін сүтімізді алып, сүтімізді кішкене сүт құямыз. Көбірек жасағыларыңыз келсе көбірек, азырақ жасағыларыңыз келсе сүтті азырақ құясыздар. Бір келкі ғып араластырамыз да, баяу отқа қойып, жаңағы креміміз қоюланғанша араластырып отырамыз. Қасынан кетіп қалмаңыздар, қоюланғанша бір келкі ғып араластыра бересіздер. Міне біздің креміміз қоюланды, уже отты өшіре берсек болады. Отты өшіріп болғаннан кейін осы ыстық күйінде сары майымызды салып, бәрін қайтадан бір келкі ғып араластырып шығамыз. Міне достар, біздің заварной креміміз дайын болды. Неше түрлі пирогтарыңызға, торттарыңызға байлансаңыздар болады. Чем сливкидан көрі осы заварной крем өте дәмді шығады және қол жетімді. Егер де менің рецептім ұнаған болса, Айзада Рамазан деп жазып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.